Құран оқудағы пайдалы лайфхактар. Ең бірінші нәрсе бұл уақытты белгілеу керек, және бұл уақыт нақты болу керек. Күнделікті дәл осы уақытта сіз осы тапсырманы орындай алуыңыз үшін ол уақытыңыз сіздің бос болу керек. Мысалы, таң намазынан кейінгі уақыт, немесе құптан намазынан кейінгі уақыт, немесе түскі уақыт деген секілді. Екінші нәрсе кіші нәрседен бастау керек. Яғни Құран оқитын болсаңыз, күнделікті түрде міндетті түрде бір бет оқу. Одан көбейтіп алатын болсаңыз, сіз оны орындай алмай қалуыңыз мүмкін. Сол себепті күнделікті бір бет оқу деп нақты белгілеп қою, және оны міндетті түрде орындау. Үшінші нәрсе, Құранды көзге көрінетін жерге қою керек. Яғни жиі көрген сайын есіңізге түседі де Құран оқи аласыз. Және де телефонға да Құран қосымшасын жүктеп алу керек. Бұл жерде Құран нақты бет-бетімен көрініп тұратын, сондай Құран жүктеп алғаныңыз дұрыс. Төртінші нәрсе, сіздің жолдасыңыз да сондай Құран оқуды жақсы көретін сондай бір адаммен жолдас болу керек. Себебі екеуіңіз бірге оқисыздар, бірге уақыт белгілейсіздер, осылай бір-бірлеріңізге бір мотивация ретінде болады. Бесінші нәрсе, ол ниетті дұрыстау керек. Яғни ниетіңіз ол әрдайым өзіңізге еске салып, бұны мен Алла разылығы үшін істеп жатырмын деп, әр оққан сайын осы Алла разылығы үшін деп ниет ету қажет. Алтыншы, бұл қайталама арқылы жаттау. Яғни қайталама арқылы жаттау дегеніміз, егер де сіз сүрені жаттағыңыз келетін болса, сүрені жаттағаннан кейін ол қайталамаса ұмытылып қалады. Сол себепті оны қайталайтын арнайы бір уақытыңыз болу керек. Мысалға, аптада 7 күн болатын болса, 7 күннің 5 күнін Құран жаттауға арнасаңыз, қалған 2 күнін сол жаттаған сүрелеріңізді қайталауға арнау керек. Осылайша онда уақыттарын нақты белгілеп қойсаңыз, сол уақыттарда өзіңіз әрдайым орындап отырасыз, яғни жүйе болады. Жетінші нәрсе, оны тәжвидпен оқуға тырысу керек. Яғни әріптерді дұрыс айтатын болсаңыз, тәжвид ережесіне сай оқитын болсаңыз, онда Құранды оқуға деген сүйіспеншілігіңіз артады, даусыңызды оққан кезде жақсы шығатын болады. Сегізінші нәрсе, енді Құранның арабшасын оққаннан кейін оның мағынасында түсіну сізге өте үлкен пайда. Және де мағынасын түсінгеннен кейін оған амал етуге де тырысуымыз қажет. Құранның арабшасын оққан кезде осы мағынасында оқып отыратын арнайы бір уақыт арнап, әр аяттың мағынасын білетін болсаңыз, ол жүрекке әсер ететін болады. Құранға деген оқуға қызығушылығыңыз одан сайын артатын болады. Тоғызыншы нәрсе, мысалы, сіз Құранды оқып жатсыз, жаттап жатсыз, соны әр күні белгілеп жазып отыратын бір блокнотыңыз болу. Жалпы блокнот болған кезде ол рухани дүниені жазуға арналған өзіңіздің арнайы бір блокнотыңыз болған дұрыс, және ол жерде өзіңіздің осындай рухани жетілдіретін ақпараттарды жасасыз. Сонымен қатар осы Құран оққан, мысалға, бүгінгі күнді жазасыз, және бүгін қанша бет оқыдыңыз, соны жазып қоясыз, келесі күн жазасыз. Дәл сол секілді осылай өзіңіз нәтижесін көріп отыратын боласыз. Дәл сол секілді жаттаған сүрелерді жазып, оны неше рет қайталағаныңызды, соның барлығын жазып қоюға болады. Сосын ең соңғы 10-шы нәрсе, бұл дұға жасау. Яғни әрбір Құран оқыған кезде, жаттаған кезде, Алла тағалам, Құранды менің жүрегіме сүйікті ет, оқуға ынта бер деп жиі дұға ету қажет болады.